Бабаларымыз GPS-сіз бағыт қалай тапты? Мысалы, кейіпкерлер ретінде Айша мен Әлиді алсақ болады. Бабаларымыздың жол табудың негізгі әдістері. Біріншісі жұлдыздарға қарап, екіншісі табиғи белгілерді пайдалану, үшіншісі жел және тәулік уақыты жайлы дәстүрлі білімдер. Айша Әлиге түнгі жолдың бағытын анықтау үшін шоқ жұлдыздардың қалай оқу керектігін көрсетеді. Шоқ жұлдыздар тірі карта ретінде. Солтүстік жұлдыз әрқашан далада жүрген түсетін солтүстікті көрсетеді. Күндізгі жарықта батырлар жер бедерін мұқият зерттейді. Таулар, өзендер және жануарлардың іздері, мұның бәрі оларға өз жолдарынан адыспауға көмектеседі. Жануарлардың іздері жиі суға және қауіпсіз жолдарға апарады. Бұл өте маңызды. Айша Әлиге жер мен күн уақытын оқуды үйретеді. Бұл оның саяхаттары мен демалысын жоспарлауға көмектеседі. Дәстүрлі білімдерге желдің бағыты, күн батқанда және күн шыққанда аспан түсінің өзгеруі, ауа райының алғашқы белгілері жатады. Дегенмен, жолда да қиын сәттер болады. Тұман мен өзгермелі ауа райы кезінде білім нағыз қаруға айналады. Тұманда кейіпкерлер таныс белгілерді, шөптерді, ағаштарды және есту қабілетін пайдалана отырып шарлайды. Қиын жағдайға тап болғанда, Әли Айшаның үйреткенін қолдану арқылы жігерлік танытып, қиындықтарды бірге жеңеді. Саяхат жақсы аяқталып, кейіпкерлер жаңа білім игеріп, үйге қайтып оралады. Әли атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа салт дәстүрлерді жеткізеді. Ата-бабамыздың тарихы бізге табиғат пен мұраны қастерлеп, бойымыздағы білім мен байқағыштық қашанда жол сілтеуші болғанын көрсетеді.